сәлеметсіз бе? Бір қарапайым әшекейдің өзі адам өмірін қорғай алады дегенге сенесіз бе? Бүгінгі бір жәдігер сыры айдарымыздың тақырыбы бойтұмар. Бұл қазақ зергерлерінің күмістен жасаған ерекше әшекейі. Ішіне Құран сүрелері жазылған қағаз салынып, басқа да қорғаныш қасиеттер қосылады. Тұмар тек ішкі мазмұны үшін ғана емес, пішіні үшін де қасиетті. Үш бұрыш әлемнің үш деңгейін, төменгі, орта және жоғарғыны білдірсе, түтікше ер адамның бастауын білдірген. Оларды біріктіру арқылы ұрпақ жалғасы өсіп өну бейнеленген. Тұмардың тарихы терең. Көне түркілер оны зиянды күштен қорғау үшін тағатын. Бастапқыда ішіне туған жердің топырағы салынған. Кейін ислам дінінің ықпалымен топырақ орнына Құран аяттары жазылған қағаз салына бастады. Бойтұмар жай ғана әшекей емес, ата-бабамыздың сенімі, дәстүрі мен қорғанышының символы. Осы жәдігер арқылы біз өткенімізді танып, болашағымызды бірге сақтаймыз.